Бақша ағаштары. Ыбырай Алтынсарин. Жаздың әдемі бір күнінде таңертең бір төре өзінің баласымен бақшаға барып, екеуі де егілген ағаштары мен гүл жапырақтарын көріп жүрді. «Мынау ағаш неліктен тіп-тік, ана біреу неге қисық біткен?» деп сұрады баласы. «Оның себебі, балам, анау ағашты қисық бұтақтары болса, кесіп бағу қағумен өсірген. Мынау ағаш бағусыз өз шығу қалыбымен өскен», деді атасы. «Олай болса, бағу қағуда көп мағына бар екен ғой», деді баласы. «Бағу қағуда көп мағына барында шек жоқ, шырағым. Мұнан сен де өзіңе өсиет алсаң болады. Сен жас ағашсың, саған да күтім керек. Мен сенің қате істеріңді түзеп, пайдалы іске үйретсем, сен менің айтқанымды ұғып, орныңа келтірсең, жақсы, түзу кісі болып өсерсің. Бағусыз бетіңмен кетсең, сен де мынау қисық біткен ағаштай қисық өсерсің», дейді.